жақсылық істейтін қолмен жамандық та істеуге болады. Айгөліктің ішкі мазмұны мен мағынасы бізге бес саусағымызға белгілі болған күннің өзінде ол сіздің ай сайынғы толғататын нәрестегі секілді дүние. Жұмыстан шығып қалдым. Не істеу керек? Біреудің есігін жағалап, жұмыс сұрау керек па? Оның айлығына келісіп, келіспей, бейшара болып жүруің керек па? Мен ондай сорттан емеспін. Адаммын ғой, ауырам. Адаммын ғой, шаршаймын. Адаммын ғой, кейде қажимын. Айгөлік деп айтқан кезде балаға деген кішілік келбетіңіз бірден еске түседі. Менде қазір бірталай атақ бар, халық, менен бұрын халық қуанатын. Мен тіпті оның кеудеме тағып көрмеген атақтар бар ғой. Мына соңғы ерен еңбегі үшін мемлекеттік марапат қой. Мен тағып көрген жоқпын кеудеме. Өйткені ол темір бар болғаны. Анау жерде ішіп алып құлап жатқан қазақ менің қаным. Менің қаным. Ана жерде қайыр сұрап отқан, жасы келген әже күтусіз отырған менің қаным. Армардақты ағайын, құрметті көрермен, бүгін қазақ әлемі сыр сұхбат алаңына Қазақстанның мәдениет қайраткері, түркі әлем ақпарат саласының үздігі, Айгөлік журналының авторы, редакторы, біздің аяулы анамыз Қымбат Әбілдағызы келіп отыр. Қош келдіңіз, апа. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, жақсы. Кеше бүгін міне ай сайынғы келіп жататын Айгөліктің қарбаластығынан кейін дамылда болатын осы уақытыңызды ұстап сұхбатқа келісіп келіп отырсыз, апа жан. Айгөлік қазір қалай өрістеп, қалай бет алып бара жатыр? Айгөліктің ішкі мазмұны мен мағынасы бізге бес саусағымызға белгілі болған күннің өзінде ол сіздің ай сайынғы толғататын нәрестегі секілді дүние. Сондықтан әңгіменің әуелгі нұсқасын содан бастасақ деп отырмын. Адам есейіп ер жетеді, жоғары білім алады, мамандық таңдайды. Сол мамандыққа сай ма? Сол мамандыққа анау басынан бәшбәйіне дейін лайықталып, туып, лайықталып, есейіп, ер жетіп, өзін өзі жетілдірген бе? Осы сұраққа сіз жауап берген болсаңыз, кез келген салада қиын деген, ауыр деген, адам меңгере алмайды деген қиындық болмайды. Иә, менің 43 жылдан асқан шығармашылық ғұмырымда мамандық алған, сол мамандықпен елге қызмет еткен ғұмырымда екі-ақ жерде жұмыс істеу. Қазақ радиосында тек қана балаларға арналған бағдарламалар жасау, дайындау. Ол үлкен өмір мектебі. Ол қатпар-қатпар қазақты сүюдің жолдары. Ол қазақ боп жаратылғаныңа, қазақ боп ақыл есің бүтін, 12 мүшең сау боп туғаныңа, қазақтықтың бақытын жыдырықта жүрегіңе ұялата білгеніңе қайтаратын жауабың. Мен сол радиодағы, қазақ радиосындағы балалардың тілін қызықтау, сол тілін қызықтау арқылы оларды ойға шақыру. Сөйлеудің түр-түрі бар ғой. Әйтеуір қызыл сөздермен, көбік сөздермен, жаттанды сөздермен де бір жақсы көрінуге, жақсы сөйлейді деген сияқты арзан атақ алуға болады. Бірақ сөз зергері академик Ғабит Мүсірепов айтқандай, сөздегі құдірет оның сыртқы сұлулығында емес, ойдың байлығында, мазмұндылығында. Біз бір адамды жақсы сөйлейді, тілі бай, шешен сөйлейді деген сияқты анықтауыштар айтып жатамыз. Ал Мүсіреповтың зерттеуіне
даналығына сенсек, жоқ, не сөйлеп еді сонда, расында да жақсы сөйлеп еді ғой деп, бір жақсының сөзін іштей қайталаңызшы. Тура айта алмайсыз. Ешқашан төл сөз қылып айта алмайсыз. Төлеу сөз қылып мазмұнын айтасыз. Мазмұн деген не? Ол ой. Яғни ойға қонатын сөз. Сіздің ойыңызды өзіне қарататын сөз, тоқтататын сөз, сіздің түйсігіңізге түйілетін сөз, сізге нәр беріп, сізге бір қазына болып қатталатын сөз, ол ойдан құрылған сөз екен. Мен балалар тақырыбында сол балаларды бір сөз айтса, 20 жылда қазақ радиосындағы сол сөзді ойланып айт. Сол сөзді түсініп айт, тамырынан тартып айт деп үйреттім. Бұдан 30 жыл бұрын менің радиода сұхбаттасым болған балаларым қазір қызметте. Әжептәуір қызметте, қайда барсам апалап алдымнан шығып жүреді. Сонда солар мен ұмытып қалған, менің соларға деген шексіз мейірлене қойған сұрағымда, соларды сөйлеткім кеп, қазақтың тілін солардың аузынан естігім келіп, өзім солардың аузына түсіп кете жаздаған менің бүкіл қимылымды жас жүректеріне ақ қағазға шимайсыз жазылған жазудай қылып қондырып алған балалар. Маған мынандай сұрақ қойды. Менің Абзал деген ұлым қазір үлкен қызметте істейтін. Апа, біз 9 оқып жүрген кезде, сіз біздің мектепке жол сапармен келгенде қолдың қызметі де сол туралы айтайықшы деп біздің ортамызға сұрақ тастадыңыз дейді. Сосын біз айта бастадық. Қолдың пайдасы, қолдың адамға енді қолсыз ештеңе істеуге болмайтындығын біз бала жүрегімізден сізге жанымыз қалмай айта бастадық дейді. Бір уақытта сіз бізге төтенше қосымша сұрақ қойдыңыз. Сонда сол бүкіл жақсылықты істейтін қолмен жамандық істеуге бола ма дедіңіз. Біз ойланып қалдық. Сіз айттыңыздар, күлетін ештеңе жоқ. Ойланамыз, ой қазамыз дедіңіз. Апа, біз сізге жамырай жауап бердік. Сонда айтып жатырмыз өзімізше жамандық істелінетін, бірақ сіз бір сөз айттыңыз. Жақсылық істейтін қолмен жамандық та істеуге болады, ұрлық істеуге болады, қиянат істеуге болады, адамды осы қолмен соққыға жығуға болады. Осы қолмен адамның еңбегін жеп беретін еңбек ақысын дұрыс бермеуге болады. Тағысын тағы. Сіз бізді өз қолымыздан өзімізді қорқытып қойдыңыз дейді. Бұл бізге мәңгілік сабақ болып қалды дейді. Міне, осындай балаларды тебірентіп, қазақтың сөзінің құдіретін, қазақтың сөзінің дәмімен, мәнімен сүйекті тәрбиелеуге болатындығын мен балабақшаға барған баладан бастап, одан кейін мектепке барған, балабақшаға барған Тіләшәр, бастауыштағы Айгөлек, орта буындағы Балауса, жоғары сынып оқушыларына арналған Темірқазық бағдарламалары арқылы мен балалардың ойын өсіріп отырдым. Және қазақтың бүкіл қасиетін, бабалардан бізге қалған өсиетін, аманатын біз бабалардың сөзін негізге бір заңның тармақтары сияқты қылып көкірегімізге байлап түйіп алу арқылы біз мықты қазақ болатынымызға сендірдім. Олар сенді. Мына қараңыз, мен 20 жылдан кейін мені қысқартуға жіберді 99 жылы. Сонда мен қысқартып кеткенде басшылықтар міне сол 99 жылдан бері қазақ радиосында балаларды сөйлететін, баланың тілін қызықтайтын, баланың ойына кішкентай шоқ тастап, оны жалын болып, ұшқындатып, от қайналдырып, жүрегін жалындататын, балаларға арналған балаларды сөйлететін бір хабар дайындалмайды. Неге? Жұмыс сұрап жүрген мамандар толып жатыр. Бірақ неге бүкіл менің 4 хабарым
мен кеткен күннен жабылған, сол бетінде балалар сөйлемейтін, балалардың тілін, балалардың ойын дамытатын, қызықтыратын, оларға бір қанат беретін мен сияқты құл журналист болмады. Болмайтын да себебі бар. Өйткені ешқашан балалар басылымына, балалармен жұмыс істейтін мамандарға мынандай қосымша рухани нәр беретін мен сияқты мамандарға біздің Қазақстанда ешқандай оқу орнында маман дайындалмайды. Маман дайындалмайды. Сен ол үшін өзің филологияны бітіріп алуың керек мен сияқты. Казгудың филологиясын бітіріп алуың керек. Сөздің тамырын тануың керек та, сол сөздің тамыры арқылы өз сүйегіңді тәрбиелеп болғаннан кейін, мына өмірдің өткінші екенін біліп, бүгін бар дүниенің ертең болмайтынын, басқа болатынын болса, соны біз бүгін ойланып, бүгін беретінімізді бүгін беруіміз керек. Әсіресе балаға, әсіресе жасқа. Кейде құрмет түрінде, кейде жол көрсету түрінде, кейде жетелеу, жетектеу түрінде, кейде тыйым түрінде, кейде үлкендік түрінде. Неше түрлі қатпар әдіс тәсілдерді қолдану керек тәрбиеге. Иә, мен шығып қалдым, қысқарып кеттім, қысқарту болды, қысқарып кеттім. Сұраныстағы, үлкен сұраныстағы журналист ем, жалғыз балалармен ғана емес, менің үлкен Қазақ радиосындағы алғаш тікелей толқынды алып келген қайда бара жатырмыз деген 1 сағаттық сүйікті хабарды радиода бірінші рет тікелей толқынға шығарған, оған ешкім әкеле алмайтын Алматыдай қаланың әкімі Заманбек Нұрқаділовті шақырып, хабарын әкеліп қойып тұрып, жәнін шығарғандай қып тұрып, әй сен қыз деп тыпырлатқан мен. Иә, сол жұмыстан шығып қалдым. Не істеу керек? Біреудің есігін жағалап, жұмыс сұрау керек па? Оның айлығына келісіп, келіспей, бейшара болып жүруің керек па? Мен ондай сорттан емеспін. Менің қанымда, тегімде, жаратылысымда, көргенімде, сосын мен қалап оқыған кітаптарда, мен қалап ұнатып ұстаз тұтқан үлкендерде ондай біреудің қолтығында жүру сабағы болмаған. Мен ондай сабаққа қатыспағам. Сосын келдім да 99 жыл дегендер жыл білесіздер, шашылып жатқан уақыт, ештеңеде береке жоқ, мәдениет үйлері жабылып атыр, кітапханалар жабылып атыр, мектептер аралас мектепке шалқар сияқты қазақ радиосы жабылып атыр. Біздің рухани әлеміміз құлдырауға түскен уақыттың. Ол уақытта сіздің алдымда мені не күтіп тұр? Сор күтіп тұр деп қана ойлайтын уақытың ғой. Ешқандай саған көрсететін жол жоқ. Анау сөйтіп істеген екен, мен де істейін деген сияқты. Қазіргілер біреу бірдеңені істеп атса, одан артық істейін деп тыраштанады ғой. Менде ондай жол жоқ. Анау ұқсап бірдеңе істейін деген. Мынау мінездегі кейде бағың мен сорыңа қаратпайтын нар тәуекел, өзіңе сену, Абай айтатын. Осы сені жығылсаң нардан жығыл. Біреудің тағы да біреудің қарамағына барып, ертең оның қарамағынан қысқарып кеткенше, қысқартсаң сен өз жолыңмен қысқарып қал деп, өзіме осылай мен бұйрық бердім дағы. Осы Айгөлек журналының концепциясын өзім жасап шығардым. Қазақ баласына осындай жарқыраған журнал керек. Неге біздің қазақтың балалары ылғи орыстың жарқыраған журналдарын көру керек? Біздің жалғыз балдырған журналының суретшілері ылғи Емельяновтар, Казанцевтар, бәрін көздің қиығында, ауызды да, қазақтың қасы, біздің бетіміз, біз бөлек жаратылыспыз ғой, орыс емеспіз ғой. Соны орыс қып салып, көктің орнына көзді қара қып, қара шаштың орнына, сары шаштың орнына қара шашты қылып, шашты қара қып қоя салған бояу біздің балаларға шынайылықты, табиғилықты, тазалықты тәрбие бере алмайтынын мен зерттеп білдім. Өйткені осы уақытқа дейін менің сол 40 жасымда қаншама кітап оқыдым. Орыстың балаларға арналған мықты жазушыларын
әбден оқыдым. Солардың шығарған журналдарымен әбден таныстым. Соның нәтижесінде қазақша баланың қазақша ойлай алатын жүрегін жүзінен көрсететіндей қылып, біз суретші пайдалана алмаймыз? Біз неге сондай жоғары сапада дизайн жасай алмаймыз? Деген сияқты, оны біз қатырып робот қып тастау емес. Бала деген ылғи қозғалыста. Ол ай сайын өзінің қозғалыстағы тірлігіменен, қозғалысыменен жазды да 4 мезгіл сияқты бала өзгеріп тұру керек. Міне осыны мен суретшілерге, Қазақстанның елеусіз жүрген кәсіби суретшілерін балаға пайдалану керек. Баланың көзін тойдыру керек. Бала көзі тойған кезде, ол ойын баласы. Оның ойында оқып тұрсын, тағы бірдеңе істеп тұрсын, ойын тұрады. Сол ойынның баласының оқытуға шақыратын ойыны ол сурет. Мына суретті көрген бала сөз жоқ, мына журналда ашпай қоймайды. Көрдіңіз ба? Саясатты көрдіңіз ба? Махаббатты көрдіңіз ба? Қазақты сүюге, баланы, ел баласын сүюге деген. Яғни сен баланы сүй. Сен баланы оқы деп ұрысқаныңмен оқымайды ол. Әйтпесе сен оқымайсың деп ұрысқаныңмен оқымайды ол. Тағы бірдеңе оқымайды ол. Оқыту үшін баланың жүрегіне қызықтыратындай, бала өзі ішіне қойып кететіндей, мейірленіп кіріп кететіндей, бер ішіне. Содан менің концепциямның ішінде кәсіби суретшілер сурет салады, жоғарғы дизайнмен беріледі, ішінде бәрі болады. Сол балаларды шығармашылыққа тартатын бәйге байқаулар болады. Оның ішіндегі балаларды көтермелеп әкеліп, сосын жылдың соңында балалар күнде жылына 2 рет балаларды Айгөлектің құрмет тақтасына шығару, оларға арнайы сыйлықтар беру. Бал емес пе? Баланы даладағы ойын емес, әйтпесе мына гаджеттерге байланған ойын емес. Менің мына еңбегім ертең бағаланады. Біз Айгөлек журналы бізге мақтау қағазын береді деген сияқты. Міне, осындай концепциямен Айгөлек журналын аштық. Қазір Айгөлек журналының 270 саны шықты. 270 рет мен 36 беті бар. Бір-біріне ұқсамайтын Айгөлек журналын дайындаған екенмін. Ол оп-оңай емес. Ол шын мәніндегі баланың көңілін, өмірін, мезгілмен байланысын, баланың әлемін арасында кездесуге барасың, сырласасың, оларға не керек екенін білесің. Сонымен Айгөлек журналы менің жұмысым емес, менің өмірім болып кетті ғой. Тұтастай ғұмырым болып кетті ғой. Мен былай адаммын ғой, ауырам, адаммын ғой, шаршайым, адаммын ғой, кейде қажим. Бірақ мен Айгөлекті дайындарда, Айгөлекке материалдар, сұрыптарда, Айгөлекті қорытып алып, Айгөлектің осы санына мынандай дүние беріледі деп жоспар жасарда, менің бүкіл шаршауым, ауруым, басқам қашып кетеді бір жаққа. Қашып кетеді. Өйткені менің алдымда қазақтың қара домалақ, томпиған, бүгін баламын, ертең данамын. Қымбат апа, сіз қартайғанда, сіз сияқты қазақтың кәрілеріне ертең мен дұрыс сәлем беремін, ертең мен сіздерден қал сұраймын, ертең үйлеріңіздің жылуы жетпей қалса, соған басшы болып бекен, маман болып бекен, мен адал қызмет етемін, өйткені мен сізден адамдық алдым. Айгөлектен мен өйткені үлкен қасиеттер алдым, ақыл-ой сабағын алдым, сен қандай баласың деген сұраққа жауап бердім, мен өскеніңде ел көрсін деп бата алдым, мен сіздің құрмет тақтаңызға шықтым, сіз мені топқа түсірдіңіз, сіз мені топ жарғыздыңыз, сіз мені ел алдына шығардыңыз, сіз мені кішкентай алақандай ауылымның атын ататып, мектебімнің бұл дүниеде бар ма жоқ па атамның атын ататтыңыз, өзімнің атымды ататтыңыз. Мен қатарымнан кішкентай күнімнен бастап озып өстім, бойымды, ойымды оздырып өстім. Соған сіз Айгөлек, сіз біздің рухани анамыз дейді. Бұлай қарасаңыз, менің шаршауым бақыт шаршау ғой. Егер мен шаршасам, егер мен қартайсам, әрине мен қартайдым.
Әрине мені бұрынғымен салыстыруға болмайды. Мен де айнаға қараймын, адам баласымын. Өзімнің бір жынды мінезім бар, оның ішінде әйелдер ұқсап бетіне крем жақпайтын, бетіне бояу жақпайтын, ондай жынды мінезім бар, иә. Ешкімге шашын ұстатпайтын, ешкімге бір бетіне бірдеңе сипалатпайтын. Сосын адам тозады ғой. Бірақ жүрек балалармен бірге тап-таза соғып тұр. Әрине. Айгүлік деп айтқан кезде менің буыным, менен кейінгі буынның да барлығына есіне түсетін ол сіздің аналық қамқорлығыңыз, балаға деген кішілік келбетіңіз бірден еске түседі. 2010 жылы біз Айгүлік балалар журналының 10 жылдық фестиваліне шақырылған кезде мен өзім сонау Итарқасы қияндағы ауылда жассам да қандай қуанғанымды, қандай жуанғанымды елем, өйткені менің тағдырым сіздің алақаныңызда санаулы бар. Енді бір дүниені мынау жалпы көрерменге, тыңдарман қауымға, сізде бізде үлкен кісілердің баласы болып өстік апа. Үлкен ата әжелердің, үлкен абыз ақсақалдардың қолпаштауы мен сол кісілердің ақ батасы дарыды. Сіз өскен ауыл, сіз өскен арқа, жеті жұрт келіп, жеті жұрт кеткен жер. Сол арқадан Әбілді ақсақалдың, әжеміз, Дәмел апаларымыздың қасиет қонған қадірлі мекенде сіз алған ең бір асыл қасиет. Бүгінгі өшпейтін, өнбейтін бір асыл қасиет тілге тиек етейікші. Адамның балалық шағы бүкіл өміріне қозғаушы күш болып тұрады. Балалық шақта сенің көргенің, білгенің, қайтсе де сенің кейін кісі бол, жақсыларға ұқсап өзіңді мына кітаппен қоректендір, байы, жақсылардың қасында жүр, жақсы сөз есті, жақсы қызмет істе. Бәрібір Бұхар бабам айтқандай, жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да тартпай қоймас негізге деп, сенің негізіңе, сен туған топыраққа, сен іңгәлағандағы, сенің пәк тәніңе тиген қолға, яғни ата-анаға сені айналайын дегенде, бүкіл іші бауыры қозғалып еміренетін, мейірімге жететін тәрбиенің биігі жоқ. Биігі жоқ. Егер менің бойымда басқаларға ұқсай бермейтін, әлдекімдерге еліктегіш болмайтын, я дүние, байлық, бірдеңе үшін ұялмайтын қасиетім, тағы басқа мінезімді сәл өзгертсем, осы қазақтың жарлы жақабайына, әйтпесе қолында ештеңе жоқ баласына деген жүрегімді, қолында билігі бар, байлығы бар, мен анаулардыңға жылы көзбен, жылы сөзбен қарайтын болсам, мен алатын атақтардың аты басқа болар еді. Менде қазір бірталай атақ бар, халық, менен бұрын халық қуанатын, мен тіпті оның кеудеме тағып көрмеген атақтар бар ғой. Мына соңғы ерен еңбегі үшін мемлекеттік марапат қой. Мен тағып көрген жоқпын кеудеме. Өйткені ол темір бар болғаны. Ал егер мен соны таққан кезде, кеше мен соны алған кезде ел күңіреніп кетті. Қымбат апайдың атағы емес ол атақ. Қымбат апайдың атағы басқа атақ деп көп, мен атын білмейтін, мен олардың дәрежесін білмейтін, деңгейін білмейтін көп атақтардың атын атады. Халық күңіреніп кетті. Мен қазақтың досымын, инста парақшамда, сіз қараңыздаршы, мен аты жақсы атақ екен деген тақырыппен бердім. Қуанбаймыз деп тұрып. Халық дегеніңіз әулие ғой. Құдайдың екінші аты халық қой. Біздің ұтылған жеріміз халық не дейді? Халық осымды қалай қабылдайды? Мен халықты қуанта алам ба осыммен? Біз киім кисек те осы сұрақ болу керек. Шалқақтап жүреміз бе? Жоқ, кәдіккіндей түзу ғана жүреміз бе? Осының арасында сенің айнаң, шар айнаны қоя беріңіз. Арайна деген бар. Ал арайнаның иесі халық. Ол сіздің сыртыңызбен бренд боп, ішіңізде
түк жоғын көріп тұрады да, құр дәні жоқ күнбағыс сияқты болып кәукиіп тұрғаныңды көреді да халық. Содан сақтану керек. Маған Алла тағаланың ішіме беріп қойған үлкен байлығы ешқашан халықтың ішінде кемі бар екен, ақылы кемісі бар екен, оқымаған наданы бар екен, сасық байы бар екен, дүние қоңызы бар екен, боқташағы бар екен деген сияқты кемшілігі барлармен ешқашан солардан мен өзімді жоғары санап көрмегендігім. Олар менің қазағым. Анау жерде ішіп алып құлап жатқан қазақ менің қаным. Менің қаным. Ана жерде қайыр сұрап отқан, жасы келген әже күтусіз отырған менің қаным. Мен оның қасынан көлікпен бе, жоқ әлде киініп алып шалқақтап өтуге тиісті емеспін. Сен сол кезде сен сырт көзбен өзіңе қарауың керек. Мынаны менің орнымда түрік көріп тұр, Қытай көріп тұр, орыс көріп тұр, басқа көріп тұр. Солар не дейді? Сен оның алдына 5 тиын тастап кеткенің аз. Сен оған жүрегіңді жұмса, көңіліңді бөл, ептеп сол жерде отырмайтындай қып. Ептеп соны тұрғызып әкетіп басқаға көрсетпейтіндей. Сен тектісің ба? Сен әке көргенсің ба? Тәрбие көргенсің ба? Істе бірдеңе. Өйткені сен оған қарағанда саусың ғой. Алла тағаланың саған деген берілген нығметі бөлектеу болып тұр ғой. Ал менде ол қасиет бар. Маған елдер таң қалады. Сен осындай адамдарды жетектеп жүресің, осындай адамдарды үйіңе әкелесің, осындай адамдарды қареке, сареке деп бүйтіп жүресің. Білесің ғой шет жағасын. Өйткені олар менің қаным. Халық солардан да тұрады. Ылғи адалынан, арамынан сықайып киіп жүргендерден тұрмайды халық. Жұлдыздардан тұрмайды халық. Жұлдыздар анау аспанда өздері шығып алған, біреулерге лесіп шығып алған, қалай шыққанын білмей шығып алған жұлдыздар бар бізде. Жұлдыз аурумен ауырмау керек. Білмейсің ертең кім боларыңды. Мен бүгін сөйлеп отырмын, ертең мен білмеймін, сөйлей алам ба, сөйлей алмайым ба. Ал осындай адамның ішіндегі берік ұстаным, осының бәрінің әр жағында менің кішкентайымнан көрген тәрбием жатыр. Атам мен әжем марқұм, 8 баласы тұрмаған менің әкем мен шешемнің немере туыстары, немере әке-шешесі. Бүкіл ел 8-ші баласы шейіт болғанда өте қасиетті кісілер, тақуа кісілер, қажылыққа жаяу барған, ешқашан біреуге малдың түсін түстеп мал бермей, жаным-ау, қорадағы бір жақсы қойды алып кетші деп отыратын, үйде отырып, жаным-ау, анан жетектеп кетші, сенің үйің осы бір сорпы істемегелі біраз болды, біліп отырым дейтін, сондай бір әулиелігі бар адамдар болатын. Батамен өстік. Батамен өстік. Атам мен әжем ешқашан құлыным, мына сыбағаны, анау Уызбай атаңның үйіне сені апарып бер. Сосын үйінің есігіне кіргізіп тастап кетпе. Ақторғын тәтең жұмыс істеп саған қымбатжан кір деп айтуға, қыпан кір деп айтуға қол тимей жатса, өзің аяғыңды шешіп, атаға барып, атаңа сәлем бер Уызбай атаңа. Содан кейін ата, мына сыбаған сізге әкелдім деп, әппақ қалтаға тігіп тұрып, қазық артасын, жал жаясын, омыртқасын бәрін салып тұрып, үлкен жілігімен берет. Сол сыбағаны бетіп бер, мына қарынның бұрышы сіздікі, мынау сіздің сыбағаңыз деп бер жаным. Сосын Уызбай атаң саған қандай бата береді, соны тыңда дейді. Мұхиддин атаңа соны апарып бер дейді. Қадірсіз атаңа соны апарып бер дейді. Анау құдыкен күйеу, соған күйеудің сыбағасын апарып бер дейді. Яғни біздің рудың қызынаған ғой. Көрдіңіз ба? Менің 2 оқыған, менің 7 жасымдағы көргендерім, сіз осындайларды көргеннен кейін, сосын атам мен әжем маған ешқашан дауыс көтеріп, сенікі дұрыс емес деп, маған сын айтқан емес, бірақ айтатын сөзін
Қыпан, сенің даусың мұғалім сияқты ғой. Қыпан, сен оқыған кезде бәрімізді мына бүкіл кемпір шал сенің айтқаныңды тамаша ұғып алады ғой. Қыпан, бүгін атаң мен әжелерің сен Қыпан бүгін не айтады екен? Кеше бір қап поштадан Қыпанға газет журнал келді деп келе жатыр дейді ғой. Қысқасы осындай тәрбие. Сосын ана аталарыңның қайсының қандай бата бергенін ұмытпа дейді. Сосын мен үйге о кездегі ең керемет мамандық мұғалімдік қой. Мұғалім бол деген сөзді естісең, сол күні мұғалім болып кететіндей. Ой, шіркін, ана үлкен кісілердің батасының құдіреті-ай. Сосын мен айтам, анау кім Құдыкен аға мұғалім бол деп айтқан жоқ, Кәдірсіз аға мұғалім бол деп айтқан жоқ, Узбай ата мен Мұхидин ата айтты мұғалім бол деп деймін ғой. Жаным, екеу айтса, ана екеу жастау ғой, олардың айтқаны келмейді. Ана екі атаңның айтқаны келеді дейді. Иә? Сонда көрдіңіз ба? Осындай бата, сосын ешқашан маған сол кітап оқығанда мұғалімдер айтты, мынау адам болмайды, мына Қыпан. Енді анау атам мен әжемді елдің бәрі жақсы көреді, сыйлайды. А мен қыз сияғым жоқ. Мен үйдің жұмысына епсізбін. Андай бір ұлдармен ойнаймын, асық ойнаймын, топай ойнаймын, соған қорғасын құйып отырамын. Сосын қысы жазы қымызы ішесің, қазы қарта жейсің, бір үйдегі бір баласың қызынып, сол ана күш деген. Енді ана тамақ қыздырады ғой адамда. Содан кейін далаға шығасың кәдімгідей, ана өзің қыз екеніңді ұмытып кетесің. Ылғи ұлдармен ойнаймын, төбелесеміз. Көбінесе мен жеңемін. Мүмкін олар мен аяйтын шығар қыз деп, иә. Сонда мұғалімдер айтады, әлеке дәмке, мынау Қыпаның адам болмайды дейді. Ертең сендер өлесіңдер. Әлеке дәмке, сіздер өлесіздер. Мынау сіздерді көрге тыныш жатқызбайды, мына Қыпаның дейді ғой. Сонда екеуі айтады, тек дейді да. Ана, өйтіп айтпа деген, тек дейді. Мен сол тек деген сөз сағынам, ешкімнен естіген жоқпын. Ана, ондай жаман сөз айтпа дегенде, тек дейді. Тек дейді. Қыпан, мынау газет, журналды, кітапты заулатып оқиды ғой дейді. Ол жаман болмайды дейді. Соны мен тәштеп, екі шоққан мен сол сөзді естіп тұрам. Содан кейін атам мен әжем айтады, құлыным сол. Құлыным ол мұғалімдер саған жаман болсын деп айтпайды. Жаман болсын деп айтпайды, құлыным. Біз қаттанымай қалдық. Енді сен осы оқи берсең жаман болмайсың дейді. Өздері оқымаған адам ғой. Сондықтан еркін өсудің, бірақ есті болып өсудің, намысты болып өсудің, істеген ісіңе жауап берудің, ешқашан қай жерде құлап қалады екем, сол құлаған жерімнен тұра алмай қалады екем дейтін сияқты құрқақтықтың, үркөктіктің, жаңағы бір аяңкестіктің менде жұғыны болмайтын болса, ол менің жастайымнан тәуелсіз өскенім, еркін өскенім, сеніммен өскенім. Оған мынау айналайын кітаптардың алдында қарызбын. Мынау кітаптардың атам мен әжем бізге пенсия керек жоқ, Мақсұт айналайын деп пошташыға барып, 12 сомнан 24 сом ақша алады ғой. Бізге пенсия керек жоқ. Қыпанға Алматыдан кітап алдырып берші. Қыпанға оқитын неше түрлі кітап, неше түрлі газет журналдар алдырып берші дейді. Бір апта сайын шалғай ауылға, электр шамы ең кеш жанған ауылға бір қап пошта маған келеді ғой. 2 оқитын, 3 оқитын. Соны ең бірінші мен оқып аламын да, менен кейін ауылдың адамдары алып оқып, мен арқылы ел газет журналға жазылуды үйренді ғой. Сонда маған атам мен әжемнің істеген қамқорлық арқылы. Қайда сол ата әжелер? Қайда сол даланың академиктері? Қайда сол даланың білім арқылы, оқу арқылы ешкімнен қор болмайды, жолсыз жерден жол табады деп ойлай алатын шын мәндегі даналар қайда, қариялар қазір? Неге бәріміз дүниелік болып кеттік деп мен қазір сол атам мен әжемдей жастағы кісілерді көрген кезде құр үстеріне бірдеңені жылтыратып, жапсырып алып, сонымен шайқалып жүргендерді көргенде іштері бос, қуыс, бір әшейін бір қуыршақты көргендей боламын. Өте тартымды да жоғымды әңгіме айтып отырсыз апа. Біздің алдыңғы толқын ағалар,
өздеріңіз секілді үлгі көрген, ата мен әженің тәрбиесін көрген, үлкен мектептерден өткен егі жақсылар болғандықтан, біздің де сондай болуға, сіздердей болып қалыптаспауға хақымыз жоқ деп іштей серт ететініміз рас. Бірақ десе де, сіз анау бағана жақсылық жасаудан шығып жатыр ғой бүкіл әңгімеңіз. Қожамқұловтың бойындағы үйдің өзін 6 баласы бар. Сонау ауылдан 90 жылдардың басы алағай, бұлағай шақ болды ғой. Шашылып қалған Кентаудан келді. Сол кезде бір үйді, сол бір үйді, Қожамқұловтың бойындағы бір үйде бүкіл жиһаздары мен жағдайы менен барлығын өзім айтайыншы. Өзіміз бергендегінің себебін бір түсіндіріп айтыңызшы апа. Өзім айтайын. Қожамқұлов пен Қабанбай көшесінің қиылысы, ортада жаңағы өзен бар, оның ар жағында жазушылар үйі, суретшілердің ана домалақ үйі тұрады. Асқар Сүлейменов бастаған. Шіркін-ай десеңізші. Ақселеу ағам ар жағынан келеді. Енді олар ар жақ бетінде тұрады өзеннің. Біз өзеннің бер жағында тура бұрышта шағын меншікті үйіміз болды. Ана мынандай шарбақтар ғой елге, ауылдың жай бүйтіп тұратын шарбақтар ғой, ағаш. Ол жерден ошақтан қара қазан түспейді. Тай қазан, жай қазан емес. Самауыр деген оттан түспейді. Оның түтіні бәрін шақырып алады ел жұрттың. Содан Зейнолла ағам Серікқалиев, мын жақтан Асқар ағам келеді. Мын жақтан Қадыр ағам келеді. Оралхан ағам келеді. Қымбат сүттің кезегінде қайсымыз бірінші болсақ, бірінші кезекте біріміз ала кетеміз деген сөзіміз бар. Айхан мен Мерей екеуі бірге туып, бір бақшаға барды. Қысқасы, біздің үйдің қазаны оттан түспейді. Содан сол үйден 99-шы жылы біз көшетін болдық. Ана үйді өмірімізде пәтер беріп көрмегенбіз ғой. Сосын мен айттым, бұл үйді бір адамға бере тұру керек. Бір адамға бере тұруымыз керек бұл үйді деп сүйдедік. Жолдасым айтты, өзінің туыстарын айтты. Сосын мен айттым, тұратыршы кішкене дұрыс көшіп алайық деп. Сөйтіп жүрген кезде қазір марқұм болып кетті. Комендант повесть дейтін Дариға деген досым айтты, қымбат, сен енді андай ненің адам емессің ғой, сауданың адам емессің ғой. Сен бірден жаның ашитын, саған бір жақсы не айтайын ба, бір идея айтайын ба деді Дариға марқұм. Айта ғой дедім. Сосын айтты, Кентауды білесің ғой, шашылып жатыр, ел жұмыссыз қалған 6 баласымен Әбу Айнаш мынау Никольский базарына аяқ киім сатуға келіпті. Ешкім балалары көп болғасын пәтерге алмайды деді. Ешкім алмайды деді. 6 баласы бар ма дедім мен. Нешеде балалар? Түгел мектеп жасындағы балалар деді. Көрсетші маған дедім. Қарасам ылғи бір томпиған балалар, ауылдың балалары. Бірне бір тете өскен балалар, өсіп келе жатқан балалар. Содан Әбекең де ұнады, Айнаш та ұнады. Сосын келдім да, мен айттым. Ал мына үй, түк алған жоқпыз ол үйден. Дайын үй. Төсегімізді, мен кітаптарымызды ғана алып кетіп қалдық. Содан бір уақытта мен айттым, тұра беріңіздер деп. Сосын қанша берейік деп сұрайды енді. Ой, мынау базарға жақын екен бірге, ештеңе бермейсіздер. Таң қалады да, қалай мына орталықтағы үйді қалай ештеңе бермейміз? Жоқ, ештеңе бермейсіздер. Мына 6 айтқан сөзіміз қысқартып айтқанда, әр ай сайын енді біз жаман тауық қораға бәлем бергенбіз, анау болғанбыз деп жағдайларын айтады. Оны маған айтпаңыз, түсінікті, Алматының жағдайын білемін ғой. Бірақ бізге ештеңе бермейсіздер. Бірақ өздеріңіз ай сайын бір береді деген ой келеді ғой. Кәдімгідей бір инстинкт пайда болады ғой адамға. Сол кезде 6 балаңызды дастарханға жинаңыз. Әбеке, сіз бата бересіз. Айнаш, сен қолың жаясың. 6-ауының атынан біздің отбасымыз, Дәкең, қымбат апайымыз, Мерейіміз, Қарақатымыз бәрі аман болсын, бақытты болсын, Алла солардың тілегін берсін, Алла соларды жақсылыққа, жақсы өмір берсін деп бата бізге дұға тілеңіздер.
апай сонда ештеңе бермейміз бе деп қоймайды. Қойыңызшы, 3,5 жыл 3 тиын алған жоқпын. Соларға тұрғыздық. Сол жерден олар сұмдық еңбекқор екен, айналайындар, өздері отбасымен істеді ма, аяқ киім сатты, не сатқан білмеймін. Әйтеуір Ақсайдан үй алып кетті. Енді қызығы ол да емес. Енді мен жаңағы тіпті Амангелді Сенбиев деген ғажап әнші болды ғой біздің. Сол әншілердің ана Пірімжанов деген керемет актер, әлгі Сталиннің рөлінде ойнаған. Солардың Жанғалиев деген ғажап әдемі жігіт болатын. Біздің радиода біраз диктор болып жұмыс істеген. Сол жігіттердің кәдімгідей әлгі самапал арақ ішіп, аяқ жағында үйіне жете алмай, тәлтіректеп қалатын жері сол кез. Содан мен келемді, жаңағы досым не деп отырмын ғой, комендант болды. Кроваттарды, жаңағыдай темір койкаларды қаптатып әкеп қоямын да. Соны анау құлап қалған кезде, аналар алып кеп, мен тамақ істегенше сол кроваттарға жатқызып ұйықтатып алатым. Енді мен көшіп кетпеймін ба? Мен көшіп кеткеннен кейін бәрі мен іздейді ғой, қымбат деп. Сөйтсе, сөйлей алмай тұрады дейді, аяқтарым басылмай, анау кішкентай шарбаққа сүйеніп. Ұйықтап алған ғой. Қымбат. Енді ол жерде сондай бір жерден шыны өткізеді, бір жерден жаңағындай жасанды арақ ішеді, арзан арақ ішеді. Сосын іштері қарындары аш, тез нетіп қалады ғой, масайып қалады ғой. Сосын біздің үйден жаңағы істеп атқан тамақты ішеді, шай ішеді, мен олардан аямаймын ғой. Өзімнің қазағым көбісі. Сосын келемді ұрысып та алам, жаңағындай ұйықтатып алам, милициялар алып кетемін десе, олардан сақтап қалам. Қысқасы мен олардың несі болдым ғой, крышасы болдым ғой. Содан енді бәрі мен кеткесін қымбат. Жылайтын көрінеді шарбақты ұстап, қымбат деп. Орыстары да бар ішінде, татарлары да бар. Олар аз, бірақ біздің қазақ көп. Қымбат деп. Сосын анау айнашқа қымбатты қайтесіңдер деп айтатын көрінеді, е? Қымбатты қайтесіңдер, кім сендерге қымбат деп. Ой, қымбат деп жылайды екен. Сосын айнаш күйеуін айтады екен. Түсінбеймін, бүкіл алқаштар қымбат апайды дейді. Қымбат апай ішеді ау деймін деп айтқан. Осы жоқ, ішпеймін екен қымбат апай деген ғой. Содан әбекең айтыпты әйелін, ұрып жығып өлтірейін ба сені? Сен қымбат апайды ішейін ба деп қалай айтып тұрсың деп. Жоқ, енді бүкіл алқаштар қымбат деп жылайды, бәрі қымбат деп жылайды, ар жағын айтамайды деген ғой. Айналайын, өмірде ондай менің қызықтарым өте көп қой. Оны мен қызық деп айтпаймын. Сол қазақты сүю сезімі. Сол мен қазақтың досымын дегенде әдейі істемеймін. Өз жүрегім сол көбінесе үй үшін жаралмаған, сол бір бар қазақты білмеймін, шын мәнінде бауыр тұтатын. Сол Абайдың өсиеті өтіп кеткен ау деймін. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп. Әйтеуір жақсы жүрген қазақ болса қуанасың. Жүре алмай жүрген, саулығының қадірін білмей жүрген, 12 мүшесінің барының қадірін білмей жүрген қазақтар болатын болса, мен соларды тіпті жақсылап киіндіріп алып тұрып емдеткен кездерім қаншама болды. Бір күні өзім скорыймен түсіп, жедел жәрдеммен түсіп, больницаға сөйтіп жатсам, қазақтың қыстың күні болатын. Ертеңінде есім кіргеннен кейін қазақтың бір жас жігітін далада үшіп қалған ғой. Үсті сасығанда енді сұмдық. Соны мен достарым звондап жатыр ғой. Қымбат, не жейсің, не апарайық деп звондап жатыр ғой. Сөйтсе мен айтам, анаған қарап аламда, ай 48 киеді ау деп шамалаймын да. 46 емес 48 киеді ау деп ана жігітке қарап аламда. Содан оны коридорға шығарып тастады ғой. Соны мен ана дәрігерлерге айтып, медсестраларға дұрыстап емдеңдерші. Мен қазір киім алғызам деп келем деген достарыма. Енді жолдасым біледі ғой менің жағдайымды. Дәлел өзіңнің андай киімдеріңнен, жақсы киімдеріңнен бір партия әкеш, ана достарым ананы әкеш, мынаны әкеш деп, мен сол жігітті мұздай киіндіріп, өзім 10 күн жатып шыққанда сол жерде оны қоса кәдімгідей дұрыстап витамин беріңдерші, дұрыстап бір ішін бір тазалап сөйтіңдерші деп келген тамағымның бәрін беріп, сол жігіт қазір оп-оңды адам болып кетті, маған әлі хабарласып тұрады. Апамда бағана сіздің жүрегіңізге сыйған тұтас Алла берген байлық туралы аз кем әңгіме қозғап жатырмыз. Бірақ бізде сонау итарқасы қияннан келген кезде де бір қанатымызға сүйеу болған, демеу болған өзіңізсіз, оны мені де осындағы ел жұрттың біразда біледі.
десе де сіз екеуміз әңгімелесіп отырғанда ылғи тілге тиек ететін менің Айнтот апам сіздің аяулы досым. иә, сол кісілердің қызығы мен шыжығын аз кем әңгімеге қоса тұрайық. Менің кейінгі кездегі үлкен мұңым ол сағынышым. Алматыдан біреулер басында бір бөлмеге қолы зорға жетсе, одан кейін өсіп, қазір зәулім сарайларда тұрады ғой. Егер мен де солай ұмтылып, соның қажет екендігіне мойнымды бұрсам, зәулім сарайда тұрмағанмен бір кең үйде тұратын едім. Бірақ әдейі істеген жоқпын. Менің жолдасымның тапқаны, өзімнің тапқаным өмір бойы жаңағындай жөні бар мен кетеді ғой. Жаңағы біреудің қиналып жүргені, емделмей жүргені, жалаңаш жүргені, оқуға түсе алмай жүргені деген сияқты, білесің, бүкіл студенттерді тамақтандыру, айналайын, шашыңды алшы деп. Енді менің студент болып қасымда жүрген ұлдарым, шаштары мынандай болып келгенде, ай немене сенің шашың өсіп кеткен ба дегенімде, мақсат ең ше? Анау Семейден. Ай, не, мына шаш не деген сұмдық болып кеткен кезде. Ақша жоқский деген прическа қой дейді да. Ақша жоқский деген прическа қой. Басында түсінбей қалам, бірдеңе ски дегенге сондай бір көптің атын білмеймін ғой көп нәрсенің. Сосын расында да сондай екен деп, сосын ол немене прическа деймін тағы да. Солай апа дейді да. Сосын не дедің жаңа немене ски дедің деймін да. Сосын екінші айтқанда ақша жоқский деген дейді да. Қысқасы менің көзім соларды көріп қояды ғой. Сол біреудің бір кішкене бола алмай жүргені, біреудің бірдемесін көріп қояды да, мен ешқашан ақша ұстай алмаймын. Бірақ керемет байлықтың иесімін ғой. Елдің түсіне кіретін қаншама адамдармен дос болдым, сырлас болдым. Кәдімгідей. Анау Иранғайыптың айтатыны бар, ғажап ақын ғой Иранғайып. Мен бұл қымбатты толық мойындадым дейді. Толық мойындадым дейді. Біреу айтып жатыр. Осы жынды мен жынды сөйлесе алмайды деуші еді. Екеуіңіз күшті сөйлесесіз, иә деді біреуше. Сосын Иранғайып айтты. Бұл қымбатты мен мойындадым деді. Алматыда анау Айтотыммен, анау Асқар Сүлейменовтің анасымен 25 жыл дос болу, жай дос емес. Іші бүкіл қояс араласып кеткен дос болу. Сосын ана ешкім жақпайтын, не істесе де бір былығын тауып отыратын Фаризамен дос болу. Қойдым сөзімді дейді ғой. Иранғайып аға айтады. Иә, біз Айтотымнан бастадық қой, иманды болғыр. Айтотым қыран бүркіт сияқтанған, аса бір текті, жаратылысы бөлек, бір ғасырда бір туатын әйел ғой негізі. Егер ол сондай болмаса, 23 жасында екі баланы құшақтап, одан кейін анандай сұлулықпен, анандай бекзаттықпен, анандай қасиетпен етегіне намаз оқып, бір еркекке қарамай, еркек көрген 23 жасында қалып отқан ана, екі баланың бетінің ары үшін бүкіл өмірін құрбандыққа шалмас еді ғой. Айтотым ғажап жаны сұлу адамтын. Біреулер ол кісінің тік айтқан сөзін айтады, жаңағындай қойып қалып айтатынын айтады, бетің бар, жүзің бар демей, тіліп айтатынын айтады, иә. Ал шын мәнде Айтотымның ішкі әлемінде Құдай, бір зерттеуші тұтастай ғұмырын арнайтын байлық бар еді ғой. Ол кісі адам танудың асқан академигі болатын. Адам танудың. Менің таң қалғаным, Мұқағали Мақатаевты елдің бәрі, о, Мұқағали деп сөйтіп жатты ғой. Сонда Айтотым марқұм айтатын. Аскеңнің аурын қырап жүрген кезі, Асқар аға мені Қымбатия дейтін еді ғой. Қымбатия, сен созақтансың дейді. Қойшы Асеке, сенің созағыңнан кем емес, менің жаңарқам дейтімін. Сондай жақсы сыйластық қой. Содан Айтотым марқұмның бір даналығын айтайын.
Мұқағали менен бүйдейді ғой. Енді сен осы ылғи қағаз оқисың, кітап оқисың, осы қазір ақындардың ішіндегі ең мықтысы кім дейді. Сосын мен айтам, Абайға жететін ақын жоқ қой, бірақ кейінгі қазақ Мұқағали деп жүр деймін да. Сөйтсем айтады, Мұқағалиді менен сұра дейді. Менен сұра Мұқағалидан. Не бар ғой әлгі, Моцарт дей ма бірдеңе дейді, ол Моцарт. Соны жазу үшін мынау Асқар дейді. Мынау Асқар Мұқағалиды осы үйдің мына бір бөлмесіне қамап, таңертеңнен кешке дейін пластинка тыңдатып оған мына жерде не деді деп емтихан алатын. Сен адам болмайсың дейтін сосын дейді. Сонда біздің достығымызда қызық. Жаңағыны шарбағы бейтіп бәрі көрініп тұратын үйде тұрдық дедік қой. Кәдімгідей ауылдың үйінде. Содан Айтотым көпірдің үстінде тұрады ғой. Айтотымның жалғыз бұзғаным дейді. Тәніммен, жаныммен арпалысқанда, жесірлікпен арпалысқанда жасаған жалғыз қиянатым ішім өртеніп, жаным, тәнім өртеніп бара жатқанда мынаны сергеттім дейді ғой. Темекі тартты ғой. Осын содан өзі әдемі тартады да. Дегенде енді бір керемет қып тартады өзі. Сосын ылғи ақ көкшіл көйлектер киеді. Мынандай алабашақ киім кимейді осы. Сосын бір әдемі кемпір жағы жерге біз көшіп барғанда бір әдемі кемпір бүйтіп темекісін бұрқыратып тұрады. Басында мен ол кісіні қазақ деп ойлаған жоқпын. Содан бір уақытта бүйтіп жүретін болды. Асекең енгіш, Асекең Зейнолла ағамдармен келеді ғой. Зейнолла ағам менің, Зейнолла Серікқалиев менің өкіл әкем. Сосын Асекең бүйтіп қолдары қатқа жіберіп алып, қымбатия деп келеді ғой. Содан Асекең айтатын болу керек мына жерге бір созақ. Асекеңе бірдеңе ұнаса созақтансың деп бүйтіреді ғой. Бір созақтың қызы келді дейді ғой. Мына жерде созақтың қызы бар дейді ғой. Содан мен бір демалыста анау әжем құсап кеспен нанды илеймді. Жайшылықта жай күндер қолым бос болмайды ғой. Кеспені жаңағындай мол қып кесіп, сосын бұлғайлы көтеріп, мынау үстелдің үстін 3, 4, 5, 6 дөңгелек шамам келгенше мол қып кеспе кесіп қоям. Сосын кез келген уақытта сала қоям, ананы кеп тұрып аламда. Содан бір күні Айтотым сұлу әже менімен бет-бе-бет жаңағы шарбаққа келіп, сүйеніп тұр ғой. Сен қай жердің қатынысың дейді. Мен о кезде жаспын, енді 40-қа жетер-жетпеспін ғой. Сосын бір уақытта маңызды емес, қазақпын деп сөйдедім. Жоқ, қай жерде туған адамсың дейді да маған. Жаңарқа деген жерді білесіз ба деймін. Сені созақтан деп еді ғой Асқар дейді да. Мына махаббат деген сұмдық қой жерге деген. Қойыңызшы. Бізді солай. Содан Айтотым кәдімгідей біздің үйдің 3 мезгіл тамағымызды бір ішетін. Біресе ол үйде, біресе біздің үйде ішетін дегендей. Сосын кейіннен Айтотыма сұрақ қойдым. 23 жыл болғанда сұрақ қойдым. Айтоты, сіз вообще менен басқа ешкіммен бір сырласып, мынау қалай демейсің, осы неге осылай болды деп сөйтіп сұрақ қойдым. Сосын айтты. Сенің талағыңда битің бар ғой деді. Қандай сөз? Айтоты, мен сізге неменесіне ұнадым? Айтыңызшы соны дедім бір күні. Сосын айтты. Қайсын айтайын? Біреуін ғана айтайын саған деді. Біреуін ғана айтайын деді. Сен соғым соярда, соғым келгенде деді, соны бұзбай тұрып, қаптың аузын ашпай тұрып, сен мені шақырып алып, Айтоты батаңды бер. Сосын мына соғым 2 үйімізге жетеді. Қалаған жағыңды өзің ал, қаламағаныңды маған тастап кет деп. Мен сенің бұл сөзіңді көрге алып кетем деді. Сен қарақатты ұзатқанда қолыңа бір күміс жүзік қалдырмай, алтын жүзігіңді қоса беріп, анау тәуір хрусталіңнің бәрін ортаға қойып, сосын Айтоты
қазір ана құдағилардың келгеніне қарап, мына алтынды қайсысына бересің, күмісті, мына бір осы үйдегі бар нәрсені кімді қайсысына бересің, өзің шеш деп. Қысқасы, сен менің жүрегімдегі аңсап жүретін, ертең басыңа келсін, үлкен болғанда, сені үлкен деп біреудің саған ақылдасып, сеніп, үлкенсің ғой, мынаны өзің шеш деп бергеніне ғана зәру боласың. Қалған боқтың түбіне сен деді ғой. Жетпейтін осы ғана, өзің шеш, қалай ойлайсыз деп саған билікті беру. Сенің үлкендігіңе құрмет жасау деп. Мен саған осындай қылықтарыңа деп кеш маңдайда кеш дейді. Айтотым, жан адамға денесін ысқызбаған екен. Мойшыға бармаған адам өте ондай таза адам жоқ. Соны екеуміз маған ғана, тіпті өзінің туған қызы Жұлдызайға ысқызбаған денесін. Асыраған қызы Тишкенге ысқызбаған. Біз сондай дос болдық. Айтотымды біреу аса қатты сыйлап бара жатса, тіпті Иманғали Тасмағамбетов жаңағы қызын ұзатарда, құдалығында Айтотыма бата берген кезде, екі адамның артық кемі жоқ. Мені сыйласаң, қымбатты да сыйлайсың. Әйтпесе, деп. Енді айтатыны жоқ. Қарагөздің айтатыны бартын, Досқан екеуі кіріп келгенде, Айтотымның үйренетін қасиеттері көп қой. О кісі ылғи етті, жақсы етті пісіріп қояды. Қазыдан бір бөлік қып, қартасынан, шиманды етінен, сүйекті етінен пісіріп, екі-үшеу қылып, тоңазытқышқа, мұздатқышқа қойып қояды. Эмаль кастрөлі бар, 8 литрлік. Соның ішіне сорпасы дайын тұрады. Сіз асығыс келдіңіз бе, бір шай ішетін ғана уақытыңыз бар ма? Сіз міндетті түрде Айтотымнан ет жеп қайтасыз. Анау етті, ана кастрөлді, ана кісі кіріп келгенде кастрөлді қойып жібереді. Ана мөлдіреген сорпа ысыған кезде ана пісіп тұрған етті үстіне сап жібереді. Ол ортада жаңағы екеуміздің әдетіміз бірдей, кеспе кесіп қоятынымыз. Екеуміздің көп әдетіміз бірдей. Сағынам. Иә. Иманды болсын. Ол кісілер қайталанбайтын тұлғалар. Енді бағана Иранға баған тілге тиек етіп отырсыз. Мен қымбатты мойындадым, ол қазақтың екі ұлы тұлғасы менен бірдей. Ұлы тұлға демейді, екі қияңқы дейді. Адам жоламайтын дейді. Біздер үшін енді аңызға айналған тұлғалар ғой. Иә. Енді әңгіменің ауанын мен сіздің ұстаздарыңызға бергім келіп отыр. Ең алғаш Мұқағали тілге тиек етілмей тұрған кезде алғаш дипломдық жұмыс Мұқағалидың жырларынан болған. Тұрсынбек Кәкішұлы секілді ұлы ұстаздарымыз екі кілең шәкірттер ұлдан болса да, екі қыздан шәкірт ұстап, біреу Алма Қыралбаева апамыз марқұм жатқан жер жарқын. Екінші сіз. Және сол дипломдық жұмысқа қоса өзінің ұстаздыққа ұсынған Зейнолла ағамыз. Енді осы сол кезде енді 20 жылда бір рет келетін комиссия емес ол. Сол қорғау барысындағы қиян-кескі шайқастар. Естен кетпейтін естеліктер. Айтып отырмын. Адамның бақытты біреулер, қазір менің жаңағы инста парақшамадағы мен қазақтың досымын тақырыбында сұмдық қазақ анда неге шөлдеп қалған ғой. Мынау шын мәнінде қазақты сүюге, қазақты сүю сезіміне шөлдеп қалған ғой. Енді пікірлер сұмдық жазылады ғой. Соның ішінде көбісі айтады да, андай қымбат апай анандай атағымен мынандай қарапайым кішкентай үйде тұрады екен ғой деп көрініп қалады ғой. Мына видео деген ит көрінбесіңді көрсетіп қояды ғой бәрін. Соны менің байлық жинамағаным, дүнием жоқ екені көрініп қалады да. Сосын біз қымбат апайды анандай десек, бұл кісі мынандай кішкентай үйде тұрады екен ғой деп сөйтіп атады. Қазіргі өйткені біздегі құндылық мынау тек қана дүниемен жарқ-жұрқ еткен, жаңағыдай қымбат дүниелермен ғана көзді сөйтіп алып, сондай өзіміз қалыптастырып жібердік қой. Ана деңгейде түсіріп жібердік. Ғалымның, білімдінің, жаңағындай ақынның, жазушының деңгейін түсіріп жібердік та. Біз тек қана шоулар, жаңағындай күліп жүру, жеңіл дүниелерге көп мән беріп жібердік қой. Ал сондай кезде қазір бір жақсы шүкір ететініміз ойлы сөзге.
оймақтай ойдың ішіндегі қатпар астар ойдың сөздің мәніне кәдімгідей бой алдырып келе жатқан тамаша жастар бар қазір. Тамаша жас мамандар бар. Мен соны мына өзім инстаға келгеніме міне жыл енді ғана болады ғой. Соған қарамастан мен соны сезініп жатырмын, ойлы жастарда. Бұл жерде айтайын дегенім, соның ішінде көбісі жаңағы біреулер қымбат апай кедей тұрады екен ғой деген сияқты, қарапайым екен ғой деген сияқты, жаңағындай мені дүниемен өлшегендерге қарсы жауап беріп жатқандары солар айтады да, сендер қымбат апайдың қандай өмір мектебінен нені құндылық, нені байлық санағанымен неге санаспайсыңдар, сендер оған жетпейсіңдер деп өздері қырылысып жатады ше. Соның ішінде рас адамның бір жан дүниесін, әлемін толтырып байқып қоятын құндылық ол сөзге сыя бермейді. Мен өзі көп жағынан бақытты адаммын. Көп жағынан бақытты әркім әрнемен өлшейді ғой. Біреу жаңа байлықпен өлшеп жатыр, дүниесі жоқ екен, керемет үйі жоқ екен деп жатыр деген сияқты, иә. Ал менің байлығым елдің жаңағындай бір сөйлесуге, бір қолын алып амандасуға қолы жетпейтін адамдармен мен тең дәрежеде анау 4 жыл оқуға түсе алмай, Казгуге 4 жыл түсе алмау деген қыз баланың өмірі үшін ондай сынақ кем дегем шығар. Және бір факультетке, бір Казгуге. Иә. Не нәрсенің қайыры бар. Алла адалдықты сүйеді. Егер сен адалдығыңмен, жаңағындай өзіңе сенген, біліміңе сенген күшіңмен 5-ші жыл түстім ғой. Ал сол 5-ші жыл түскен кезде мен жарайды. Менің орныма түсті дейікші. Менің орнымды алып кетті дейікші жаңағы. Таныстықпен бірдеңемен, иә. Олардың мен қай жерге барғанын білмеймін. Мен бізбен бірге оқыған көп курстастарымды, қатарластарымды, абитуриент болғандарды білем. Ал Алла тағала сондай шебер, оның ішінде менің сол өзім қитақандай болып алып, қорғасындай шойындай ұстаныммен тұрғанымды Алла тағала сүйді білем. Мен 5-ші жыл оқуға түскеннен бастап, мен кілең оқытушылардың, ғалымдардың деңгейінде сол кісілер менімен ақылдасып, сол кісілер менімен, білмеймін, тең дәрежеде оқу бітірдім. Иә. Бағыма Тұрсынбек Кәкішұлы ұстаз әкем деген атқа лайық маған. Өйткені ол кісі менің оқуға түсе алмай жүргендегі еркін тақырыпқа жазған шығармаларымды оқыған. Содан мен оқудан құлаған сайын сол кісі қатты қиналған. Мен оқуға түскенде ең бірінші болып шексіз қуанған. Содан менің диплом жетекшің, ғылыми жетекшің болам деп, тура диплом қорғаған күнге дейін мені сан байқаулардан, сан жарыстардан кәдімгідей әлгі тұлпарын баптаған бапкер ұқсап жүрген адам тура диплом қорғайтын уақытта, о кезде біз Мәскеуге қараймыз, біздің басымызды Мәскеу басқарады. О кезде Мәскеуден комиссия келетін болып, біздің кафедра меңгерушісі академик Зейнолла Қабдолов диплом қорғайтын шәкірті болу керек екен, дипломшысы болу керек екен. Ол кісі де жоқ болып шықты. Содан ол кісі келді дағы, қымбат, сен менің дипломшым боласың деді. Мен ешқашан адамды сатпаймын. Менің еңбегі сіңген нағыз ұстаз. Мен оқуға түсе алмағанда мен үшін қиналған, тіпті менің артымнан хат жазып, сен оқуға түсесің, ауылда қалып қойма деп алаңдаған ұстаз әке ол Тұрсынбек Кәкішұлы. Сондықтан мен сіздің дипломшыңыз бола алмаймын деп. Боласың, әйтпесе диплом ешқашан алмайсың деді. Кесіп айтты. Сонда Кәкішевтің ұлылығы, Тұрсынбек Кәкішұлының ұлылығы қымбат. Сол кісінің жетекшің сол кісі бола берсін. Мен сенің жаңағы
пікіршің рецензентің бола берем. Ол айдан анық нәрсе ғой сенің менің шәкіртім екенің дегенге барып, өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай, мен екі бірдей филология факультетінің екі мүйіздісінің таласқан диплом қорғаушысы болып шықтым. Өкінішке орай демей қояйын, бірақ менің сол студенттік кезде алғаш рет жалғыз телеарна Қазақстанға студент болып өзімнің ойларыммен қатысуым арқылы сол кездегі басшылар мына қарағыз жүректегі сөзін жүрекке жеткізіп айтады. Ана біздің іздеп жүрген журналист қыздар, ана жалғыз телевидение ғой ол кезде. Олардың бәрі бетін көрсеткісі келеді, киімін көрсеткісі келеді. Қысқасы, жаңағындай маска киеді, мына қыз жүрекпен деп, мені 4-ші курстың соңында, келесі 5-ші курсқа жеткізбей, Қазақ телевизиясына жарты ставкамен жұмысқа шақырып алды. Ұстаздарымның рұқсатымен бардым. Әйтпесе мен аспирантураға ғалым болып кетуім керек болған. Менің пешенеме осы журналистика, оның маман даярланбайтын ең ауыр саласы. Бірақ жемісін бүгін бермейді, бүгін бейнетін ғана көріп, жемісін мен көрмесем де ел көретін, жүрегін адалдыққа тәрбиелеп кететін, жолын дұрыс көрсетіп, адал қолыммен адал жолға салып кететін балалардың рухани анасы, балалар журналистикасының әжесі деген жасқа жетіп жатырмыз. Апа, енді санамалап келген кезде сіздер көрген, сіздер араласқан ұлы бірегей аңыз абыз ақсақалдар болсын, әжелеріміз болсын, олар қазір бүгінде жатқан жерлер жарық болсын. Кешегі Сағат Әшімбаев марқұмның өзі сізді жалғыз қазақ телевизиясына осы қызды алу керек дегенде Кәкішев ақсақал жоқ бермей, бұл қыз ғалым болатын деп басып айтты. Деп басып айтқанда осы жерді айта кетейші. Екі ұстазымда, екі жетекшімді, диплом жетекшімді менің Тұрсынбек Кәкішұлы да, Зейнолла Қабдолов та, екеуі де қымбат мына Казгудың ауыз әдебиеті кафедрасының иесі. Мынау Садырбаев айтпай-ақ қояйын, марқұм болып кетті ғой. Садырбаевтың үйрететін екі адам, Сүйінбай мен Жамбылды үйретеді. Мына қымбат келмей, анау ғасырлардың әр жағындағы жатқан ауыз әдебиетінің шешендігі, даналығы, кешегі би шешендер тірілмейді деп кеткен ғой. Бірақ мен журналистикаға кетіп қалдым. Сіздің күрескерлігіңіз кешемен бүгінмен тоқталмайтын күрескерлік, апа. Желтоқсан көтерілісі жылдары сондай таяқпен соққыға сүрінсеңіз де, сол кездегі Кәкішев ақсақалдың сонау жастар алаңдағы қанды қырғыннан өзіңізді сүйретіп отырып, арқасына арқалап отырып үйге алып келгендегі жанкешті әңгімесі туралы аз кем тағы бір қозғап жіберіңіз. Бізге желтоқсанға қатыспаңдар деді. Арты жақсы болмайды, қырылып қаласыңдар деп ашық түрде айтты. Мен қазақ телевизиясында жүрмін ғой. Айтты. Мен ылғи ұлдармен дос болатынмын. Әлі күнге дейін сол әйелдермен онша тіл таба алмаймын ғой. Содан Бейбіт Құсанбек деген ғажайып журналист, иманды болғыр, Салтанат Белтенов деген тамаша жігіт, екеуі де шығыстың жігіттері, екеуі қыздай жігіт болатында. Оларға қарағанда мен енді ұят болатын, менің қимыл қозғалысым. Сосын екеуі маған кәдімгідей жалынды. Енді сол кездегі редакцияда бірге істегендердің көбісі қайтыс болып кетті. Қайрат Жұмағалиев, Әділбек Тауасаров, ғажап драматург, Қайрат Жұмағалиев, ғажап ақын деген сияқты, Темірше Сарбаев, ғажап ақын. Енді солардан Серік Байқонов қазір арамыздағы жүргені. Содан кейін жаңағы Темірхан Момбекұлы, осындай бір аздар қалды. Сосын ана екі ұл әсіресе маған жалынды. Екі жігіт жаңағы марқұм Салтанат пен Бейбіт екеуі. Қымбат, біз сенен қорқамыз, сен нетпеші, кішкене айтқанды тыңдаш, арты жаман болады дейді ғой деп, екеуі өте мәдениетті жігіт болатын. Сосын көреміз дедім да, мен уәде берген жоқпын. Мен уәдеден қорқам, мен ешқашан айтқан уәдемді істеймін ғой, өліп кетуім бар істеймін ғой. Уәде берген жоқпын, көреміз дедім екеуіне. Көреміз деп.
Содан алаңға келе жатыр. Біздің Казгу жақтан келе жатыр. Темирязевтен алаңға қарай келе жатыр достыққа. Мұңлы дауыспен достар, достар, жүрсің қайда. Андай ән айтатын дауыс емес, мұңлы дауыс. Сосын әлгі жерде біз шықтық, бізге мына кезекшілікті байлап жіберді. Аналарды көрдім. Ине лақтырсаң, ине жерге түсетіндей жағдай жоқ. Сосын мен тұрдым, мыналардың достары несі айтып келе жатқан дедім да. Содан ана екеуі екі жағынан қымбат, Құдай үшін деп нетті. Соны мен уже анау әлгі мұз құлаған телевидение ғой, биіктен көрініп тұрады бәрі. Достары несі мыналардың? Не достарын жоқ деп келе жатқан несі мыналардың деп қан көтеріліп келе жатыр менде. Содан бір уақытта аналар тасбақаша қозғалады, масқара жүре алмай келе жатыр. Сұмдық лек. Содан бір уақытта бар ғой, достар баяғы. Біз бұлай өте алмаймыз, мүмкін емес қосылу жүру. Содан ана екі ұлды бұлай серпіп тастадым да мен, ана биік қой. Бір кем дегенде бір 3-4 метрдей биік қой анау. Содан мен жаңағылардың үстіне кәдімгідей құлап түстім ғой. Содан достарың не? Менің елім, менің жерім, Қазақстан әні бар емес пе? Менің елім деп, бір уақытта бәрі көтеріліп менің елімді бастады. Мен сол желтоқсан көтерілісіне менің елім әнін кіргізіп, қосылып кеткен менмін. Содан кешке дейін көрмегеніміз жоқ, кешке жақын, ол кезде қазіргідей домофон жоқ, елдің бәрі кіріп, елдің үйіне кіріп үлгеретін. Сөйтіп, адам тұратын жер жоқ, осындай сығылсып бір жерге. Қарлы жаңбыр жауды ма, су шашты ма, үстімізге дірдектедік. Желтоқсан ғой. Содан дірдектедік, үстімізге су шашты, неше түрлі істеді кешке жақын. Содан дірдектеп кеп, жаңағы бір кіреберіске кірдік. Сө жерде тұрып. Уже басылып қалған, үстімізден де жан-жағымыздан да ауа жұту мүмкін емес, есікті ашып қойдық. Бәріміз әйтеуір бірімізге біріміз жабысып бүрісіп қалғанбыз. Бір уақытта бір таныс дауыс шықты. Казгуден балалар бар ма? Филфактан балалар бар ма? Казгуден, филфактан балалар бар ма? Ай, сорлы балалар, ай, сорларын қайнады-ау деген таныс дауыс. Сөйлейін десек, ауыз ашылмайды. Үн өшкен. Содан мен ана қасымдағыларға тырбанып, кеудем, құр кеудемді, ұмтылам құр кеудемді бүйтіп. Содан аналар мен іздеп жүр деген сияқты. Таныс дауыс. Толық білмеймін как шул екен. Бір уақытта ана кісі бірдеңені сезгендей тұрып алды. Казгу, филфак бар ма, Казгу бар ма, ай, сорлы балалар дегенді айта береді қайта-қайта. Өзі не адам ғой, өте таза адам ғой ол кісі. Содан қош аналар мені ептеп бүйтіп шығарды. Содан мені көрді, аяғым басылмайды уже. Су ғой, желтоқсандағы су қатқанды көз алдыңызға елестетіңіз. Бір уақытта аға мені иығына салып алып, ой, жаңағы анау не көше бар ғой, мынау желтоқсан көшесінің ар жағындағы, сол жердегі үйдің арасында мен арқасынан түсіреді деп тұрып алады да қайттан көтереді. Үйі Шагабудиновте тұратын, анау Шагабудинов көшесінде тұратын үйі. Соған дейін мені көтеріп апарды ғой. Бір тоқтап, бір сөйтіп. Қысқасы, біз қазақты сүймеуге, біз жақсының қадірін білмеуге, біз ұстаздың ұлы іздерінен жүрмеуге хақымыз жоқ болып өстік қой. Патриотизм дегенді қазіргі жастардан, тәуелсіз Қазақстанның қазіргі жастарынан сіз патриотизм дегенді түсіндіріп бер десеңіз, патриотизм деген не деп сұрақ қойып, содан жауап іздесеңіз, жылап тұрып күлкің келеді, күліп тұрып жылағың келеді. Ал біз
сол кезде тәуелсіз қазақ болуға, тәуелсіз Қазақстан болуға шөліркеуледік қой. Құрбандыққа дайын едік қой біз ол кезде. Мынау тәуелсіздікті менің шексіз сүйетінім, біз ішімізде көп армандар өлген ғой. Қазақтығымызды айта алмай, жұбанның мен қазақпын дегенін кеуде керіп тұрып оқи алмай, қазақ екеніңді дауысыңды шығарып айта алмай, біз іш құса боп жүретін едік қой. Ал қазіргі кемшілігіміз тәуелсіздікті аспаннан түскендей қылып, қадірін білмейміз, өзі келе қалғандай. Маған тәуелсіздік кейде самырық құсқа ұқсайды, бізді биікте тұрып бақылап тұрған сияқты да. Сендер тәуелсіз қазақсыңдар ма? Сендер тәуелсіз елдің ұлы мен қызысыңдар ма деп маған самырық құс бір күні бізді қорсынып менсінбей ұшып кетеме деп зәрем ұшады. Егер мен есептеспей жұмыс істесем, мен айлықсыз жұмыс істесем, мен шаршадым демей, ауырып жүргеніме қарамай, ұлылар ұлағаты деп, ақыл ой сабағы деп, табылған тапсырма деп, жас ұрпақтың санасын оятуға, ойын оятуға, солардың жүрегін дүр сілкіндіріп, солардың қанындағы қасиетті бір сілкінтуге жарап өлу менің бүкіл миссиям, арманым сол ғана. Мені біреулер кедей тұрады десін, жаяу жүреді десін, автобуспен жүреді десін, кішкентай хрущевтік үйде тұрады десін, тағы бірдеңе десін, тағы бірдеңе десін. Әйел дүние қоңыз болмай, әйел ақша құмар болмай, әйел дүниенің атын білмей, байлық келеді деген жай сөз. Ал сол әйелдің дүние қоңыздығына еркек қосылып кеткен кезде Қазақстанда үлкен отаншылдық сезім жоқ. Қазақтықтың рухын, деңгейін биіктету жоқ. Бізге тәуелсіздіктің қонақ екенін, сынақ екенін түсініп жүрген ер де жоқ, еркек те жоқ. Бізде күн үшін жүрген, ақш үшін жүрген, байлық үшін жүрген көбісі боқ қарындар. Бір дүниеден, бір дүниені, бір үйден, бір үйді артық алғысы кеп жүргендер, қайтсем ақша табам деп кірмейтін жерге кіріп жүргендер. Көрдіңіз ба? Кімге құндылық қандай деңгейде әсер етеді? Мен кемшілігім сол, мүмкін мен қалыс қалған адам шығармын, бірақ мен кешегі қазақтың арманын білем. Тәуелсіздікті армандаған қазақтың арманын білем. Мен кешегі Қайрат Рысқұлбековтердің қыршын ғұмырын не үшін қиып кеткенін білем. Мен егер ағалар зорға деп ұстаздарынан сұрап телевидениеға алдырып ек, журналистикаға деп мені қалай сақтап қалды? Мені қалай сақтап қалды? Менің 12 мүшем кем болып қалатын еді. Мен түрменің түбінде шіритін едім. Мені сол кісілер бүкіл кадрден күнімен түнімен жасырын монтаж жасап, мен жүрген жердің бәрін алып тастап, мені сақтап қалды. Ол менің мойнымдағы аманат тіршілігімдегі, дүниеге қызықтырмайтын, байлыққа қызықтырмайтын, басқалар ұқсап жайлы жағдайға қызықтырмайтын аманат. Менің ағаларымның мені сақтап қалғанда, олар қазақтың бір қызы әдемі киініп, әдемі өмір сүрсінші, үйден үй алып, дүниеден дүние алып деп мені сақтаған жоқ олар. Мені сақтаған жоқ олар. Олар осының бойында бір адалдық бар, бір патриоттық сезім бар, қазақты жақсы көру сезімі бар. Осы қызды сақтауымыз керек. Кейде Тұрсынбек Кәкішұлының айтатыны бар. Бұл қыз 100 еркек боп туғаннан артық таза жүрегі бар деп. Ал бар жақсылық таза жүректен болады дейтін. Маған соңғы ауырып жүргеніндегі жалғыз өсиет сөзі: жүрегіңді кірлетпе қызым дейтін. Жүрек неден кірлейді? Жүрек өзіңде жоққа, дүние боққа,
арыңды, жаныңды, уақытыңды бәрін соған жұмсаудан жүрек кірлейді. Қазақта Абайдан асқан кемеңгер, дана әлі туған жоқ. Абай, ұлы Абай, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Біз қазір керемет сынақта тұрмыз. Қолымызда таңертеңнен кешке дейін көз алмайтын смартфондар, сотовый деп аталатын телефон. Біреуіміз бір беттік өмір баянымызды жүйелі, сүйекті, қатесіз, сауатты жаза алмаймыз. Сол халге жеттік. Өйткені біз телефонға қысқартып жазудан, неше түрлі жаргондармен жазудан, неше түрлі жаңағындай қазақ емес сөздерге әуестікпен бойымызды, көзімізді үйретіп алдық. Менің қорқатыным, қиын кезде, қазақта еркіндік, тәуелсіздік жоқ кезде, қазақтың бір сөзінің қисайып айтылған үшін, орфоэпия мен орфография заңдылығының арасын білмегеніміз үшін, жандарын күйіп, боздақ құмырларын қыршынынан қиып кеткен кешегі ұлы бабаларымның аманатына адалдығымызды сақтауға қашан ойланар екенбіз. Бәріміз жақсы тұрмысты, жақсы өмірді, жақсы жағдайды жақсы көреміз. Дұрыс қой, жақсы болғанға не жетсін? Бірақ ұлттың өсуі, ар намысының биіктеуі, елді сүю сезімі, қазаққа қазақтың достығы, қазақтың қорғауы осы көлеңкеде ескіріп қалып бара жатқан жоқ па? Мен осы сұрақтармен қыз болып туған болмысыммен ұйықтай алмаймын. Бәрекелді. Сендер менің жүрегімді қопарар, сендер мені жұмаққа да апарар, сендер менің мәңгі жасыл көктемім, бағбаным боп жүргенім сол боталар деп, бүкіл өмірін баланың тәрбиесіне, ұлттың ұлағатына арнаған аяулы анамыз, бізді осы күнге дейін тілекшіміз, тілеушіміз болған қымбат Әбілда қызымен бүгінгі сұхбатты осымен тәмамдаймыз, құрметті көрермен. Келесі санда аман есен жүздескенше.